Егер үйлеріңізде мантаварка болмаса, осындай ерекше әдіспен түйілген манты түрін тапада пісіруге болады. Іші сулы, өте дәмді болып шығады, осы әдіспен жасап көріңіздер. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, тұз, сұйық май құйып, жақсылап араластырып, содан соң ұнды қосып, қамырелейтін боламыз. Иленген қамырымызды пакетикке орап демалдырамыз, оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Орташа көлемдегі 4 картопымызды алып, майдалап 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Негізінде салмасын өз қалауларыңызша тауықтың етіне немесе асқабақ қосып түрлі қылып жасасаңыздар болады. Мен бұл жерде тартылған сиыр етін пайдаландым. Одан соң пиязымызды да осылай майдалап турап шығатын боламыз. Дәміне қарай тұзын және қара бұрышты салып араластырамыз, осымен біздің салмамыз дайын болады. Қамырды осылай ұзыннан созып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен әр қамыр 30 граммнан түсті. Қамырды жайып болғаннан кейін бізге кішкентай кесе қажет болады. Сол кесеге орналастырып, ішіне толтырып салма салатын боламыз. Қамырдың шеттерін бір-бірімен біріктіре отырып, осылай мантыны түйіп аламыз. Табаға май құйып, пиязды салып қуыратын боламыз, үстіне үккіштен өткізілген сәбізді қосып жібереміз. Және дәміне қарай тұзы мен томат пастасын қосамыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне 2 стакан су құйып жібердім. Одан соң мантыларды осылай орналастырып шығамыз. Мантылерді шамамен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Өте баяу отта тұру керек. 20 минуттан соң тексерген кезінде осылай мантылер ісіну керек.
Осымен біздің өте дәмді, ерекше әдіспен түйілген мантылеріміз дайын болды. Осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта сіздермен өте дәмді, оңай жасалатын рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Парақшама тіркеліп кетіңіз.